Сәлем достар, сіздермен бірге канал Офсайд. Футбол әлеміндегі соңғы жаңалықтарды бізбен бірге тамашалаңыздар. Біз бастаймыз. Европалық трансфер нарығында Барселона ойыншысы Дани Ольмо төңірегінде үлкен қызығушылық туып отыр. Қазір оған бірден бірнеше топ клуб көз тігіп отыр. Ольмоны алуға басты үміткерлер Манчестер Сити, Пари Сен-Жермен және Арсенал. Бұл үш грант испан плеймейкерін өз құрамына қосуды қалайды. Манчестер Сити бапкері Пеп Гвардиола Ольмоны Бернардо Силваның идеалды орнына жүретін ойыншы ретінде көріп отыр. Сол себепті ағылшын клубы алғашқы ұсыныс ретінде шамамен 100 миллион евро ұсынып, Барселонаны ойыншыны сатуға көндіргісі келеді. Ал Пари Сен-Жермен өз кезегінде баның маңызды бөлігі ретінде қарастырып отыр. Арсеналда бұл жағдайды мұқият бақылауда. Лондон клубы Ольмоны өз ойын стиліне өте жақсы сәйкес болғанымен, әзірге Барселонаны толық қанағаттандырып отырған жоқ. Қорытындылай айтқанда, Ольмо қазіргі нарықтағы ең сұранысқа ие ойыншылардың бірі. Бірақ оны алу үшін кез келген клуб өте үлкен қаржы төлеуге дайын болуы керек. Алайда каталондық клубтың қаржылық проблемалары өте көп. Осы жазда кемінде 8 ойыншысын сатуға дайын. Егерде Дани Ольмо бойынша үлкен ұсыныстар түссе, клуб бұл трансферді де қарастырып көрмек. Бұл трансфер Флорентино Перес жүргізіп келе жатқан саясатқа толық сәйкес келеді. Реал Мадрид соңғы жылдары жас, болашағы зор бразилиялық таланттарды ерте жастан алып, оларды жұлдызға айналдыру стратегиясын ұстанып келеді. Қазір дәл сондай ойыншылардың бірі Эдуардо Консейсао. Ол Палмейрас клубының 16 жастағы жас жұлдызы және Европаның ірі клубтардың назарын аудара бастады. Әсіресе Реал Мадрид оны болашақта Винисиус Жуниор мен Родриго сияқты үлкен жұлдыздардың ізімен жүретін ойыншы ретінде қарастырып отыр. Испан баспасөзі хабарлағандай, Реалдың басшылығы бұл ойыншыны мұқият бақылауда ұстап отыр. Себебі оның профилі клубтың трансферлік философиясына дәл келеді. Яғни әлемдік деңгейге шықпай тұрып, талантты жастарды ерте сатып алу. Консейсао табиғи сол қанат шабуылшысы. Ол техникасы жоғары, өте жылдам және физикалық тұрғыдан мықты ойыншы. Жасына қарамастан ол өзін толық дәлелдеп үлгерді. Сарапшылардың пікірінше, Консейсао Реал Мадридтің ойын стиліне өте жақсы сәйкес келеді. Әсіресе қарсы шабуылдарда бос кеңістікті пайдалануда және қанатта еркін қозғалуында оның артықшылығы байқалады. Сонымен қатар оның тактикалық икемділігі жоғары. Бұл оны команда үшін өте пайдалы ойыншыға айналдырады. Қазір Реалда 10 қатардың бірі ретінде қарастырылып отыр. Алайда бір маңызды мәселе бар. FIFA ережесіне сай Флорентино Перес бұл ойыншымен әлде қашан ауызша келісіп қойған. 18 жасқа толған соң клуб келісімшарт ұсынбақ. Винисиустың болашағы да клубты алаңдатады. Сол себептен жас ойыншыны қатарларына қоспақ. Ливерпуль үшін осай өте маңызды, себебі олар Ибрахима Канатені командада алып қалғысы келеді. Реал Мадрид қазір Канатеге ресми ұсыныс жасамай отыр, бірақ оны бақылап жүр. Қорғаушы іздеп жатыр, әсіресе Давид Алаба кетуі мүмкін болғандықтан. Яғни кез келген уақытта қызығушылық қайта күшеюі мүмкін. Негізгі проблема Канате мен Ливерпуль арасында келісім жоқ. Ойыншы жалақысын көтеруді сұрап отыр. Қазір шамамен 150 мың фунт аптасына алады. Бірақ өзін негізгі ойыншы ретінде жоғары жалақыға лайық деп санайды. Клуб пен ойыншы ортақ шешімге келе алмай жатыр. Негізі Ливерпульде қалуға қарсы емес, бірақ жақсы ұсыныс болмаса кетуі мүмкін. Реал үлкен клуб. Онда француз ойыншылары бар. Эдуардо Камавинга, Орелиен Чуамени. Сол себепті оған ыңғайлы орта болады. Ливерпуль келісімді ұзартқысы келеді, бірақ нақты келісім жоқ. Сол үшін клуб басқа қорғаушыларды да қарай бастады. Қысқасы, Канатенің болашағы белгісіз. Реал әзірше күтуде. Барлығы жалақы келіссөзіне байланысты. Достар, осымен бүгінгі шығарылым тамам. Футбол әлеміндегі жаңалықтарды білу үшін каналға тіркеліңіздер. Сіздермен болған канал Офсайд. Келесі кездескенше.